Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге Инстаграмға осылай тап линк сілтемені қалай қою керектігін көрсететін боламын. Егер білмесеңіздер, видеоның соңына дейін тамашалап үйреніп алсаңыздар болады. Сонымен қатар осыған керек ау деген әпке-сіңлілеріңіз бен таныстарыңызға, достарыңызға WhatsApp чат арқылы бөлсеңіздер болады. Үстінен басқан кезде көріп тұрғандарыңыздай ссылкаларға кіріп жұмыс жасап тұр. Өте пайдалы деп ойлаймын. Осылай жасап қойсаңыз, жұмысыңыз оңтайланады. Ең бірінші интернетке taplink.ru деп жазасыздар, содан соң бесплатный вариантын таңдайсыздар. Начать бесплатно деп, содан соң пустой шаблон дегенді басып, өзіңіз қалаған шаблонды жасасаңыздар болады. Төмендегі добавить блок дегенді бассаңыздар, осындай бет ашылады. Текст дегенді басып, бірінші өзімізге қажетті текстті жазып аламыз. Кез келген өзіңізді таныстыру болсын, немесе курсыңызды таныстыру болсын, немесе өзіңіз қалаған кез келген текстті осылай жазып дайындап аласыздар, ортасына өткізіп алсаңыздар да болады, және де өзіңіз қалаған шрифтті таңдайсыздар. Мен лобстер деген шрифт түрін таңдаймын. Өте жіңішке емес, әрі жуан емес, нәзік жазылған сияқты болып көрінеді. Менің фокусыма сай келген соң мен соны таңдадым. Сіздер қалағандарыңызды таңдап, қалаған түстеріңізді шетіндегі түс таңдау белгісін басып, таңдап, түсін ауыстыра аласыздар. Келесі бізде ссылка дегенге осылай өзіңіз қалаған ссылканы жазасыздар. Бірінші заголовокқа қандай аты немесе өзіңіз қалаған WhatsApp'та, Telegram жазсаңыздар болады. Мен бірінші YouTube арнамның атын жаздым, және де ол арнада не алынатынын, сіздерге қандай пайдалы болатыны туралы айтып өттім, жазып өттім. Және де веб-сайтқа, YouTube-қа кіріп, сол YouTube арнамның ссылкасын аламын. О канале деген жерде ссылкасы болады, соны копировать етіп, мына жаққа ставить етіп қойып, готованы басып дайындап аламын. Келесі осы жерде қойсаңыздар да болады, бұл иконканы қоймасаңыздар да болады. Келесі екінші төбеде тұрған дизайн дегенді басып, өзіңіз қалаған түске ауыстыра аласыздар. Өзіңіздің талғамыңызға сай қылып, бір-бірімен үйлесетін түстерді таңдай отыра, свой цвет деген жерден де басып таңдай берсеңіздер болады. Үйлестіріп жасап алсаңыздар болады. Мен осындай түсті таңдадым біріншісіне. Енді екіншісін тағы да добавить блок дегенді басып, екінші YouTube арнамды ссылка дегенге кіріп, екінші YouTube арнамды тіркеймін. Нұрлы медиа мен екінші YouTube каналымның аты, және де қандай канал екенін жазып, смайлик қолдансаңыздар да болады. Смайлик қойып дайындап алдым, және нұрлы медиа арнамның каналының ссылкасын алып, копировать етіп, вставить етіп, оны осы жаққа солай готово деп дайындап аламын. Бұны да өзім қалаған түске ауыстырып алдым. Тағы да ссылка қосамын. Бұл жолы WhatsApp ссылканы. Менімен байланысу деп жазып, астына реклама немесе сұрақтар бар болатын болса деген сияқты подзаголовокқа жазып қоя саламын. Келесі веб-сайт. Веб-сайтты wa.me деп жазу арқылы қисық сызықшаны қойып, 7-ден бастап WhatsApp номерімді жазып, тіркеп қоямын. Сохранитті басып, түстерін таңдап, әрі қарай сақтауды басып, сохранитті, содан соң добавить блок дегенді қайтадан басып, разделительді басамыз. Сохранить жаңағындай қосып алсаңыздар болады, бұл арасын ашу үшін. Сонымен қатар осы жерде суретті өзгертуге де болады, яғни өзіңіздің суретіңізді қоясыз, аватар деген жерге медиатекадан өзіңіз қалаған суретті таңдап, өзіңіздің фотоңыз болсын, картинка болсын таңдап, сохранить дегенді бассаңыздар, суретіңіз тұрады. Содан соң келесі оның астындағы аватар керек емес, тағы да добавить блокты басып, вопрос из ответ деген бар, сол жерге қандай сұрақтар бар, сұрақ болса жауап, немесе курсыңыз туралы сұрақтар болса, оған жауапты жазып қойғыңыз келсе, осы жерге жаза берсеңіздер болады. Мен, например, осыны жазып қойдым, негізі бұл маған керек емес, кейін өзім өшіріп тастай саламын. Мысалы ретінде көрсету үшін жазып жатырмын.
Сонымен біздің таплинк сілтемеміз дайын болды. Енді осы жоғарыдағы стрелканы басамыз. Мына жерде получите ссылку деп жазылып тұр ғой. Соны басып, осы жерге өзіңіздің инстаграм парақшаңызды немесе өзіңіздің атыңызды жазып, сохранить етіп, копировать етіп аласыздар осы ссылканы. Оны инстаграмға барып, редактировать деген жерге кіріп, ссылки сайт деген жерде, ссылки деген жерге кіріп, добавить сайтты басып, URL-ға жаңағы ссылканы вставить етіп қоясыздар. Осымен дайын біздің таплинк сілтеме. Егер видео пайдалы болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Одан да басқа көптеген пайдалы лайфхактармен, ақпараттармен бөлісетін боламын.